Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес іс-қимыл агенттігі Ақтоғай ауданында семинар-тренинг өткізді. Жиын мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыруға бағытталған. Облыс орталығынан барған делегаттар аудандағы бірқатар мемлекеттік мекемелерді аралап, жұмыс барысымен танысты. Ақтоғай ауданында облыс орталығынан әртүрлі сала бойынша 28 маман шеберлік сағаттарын көрсетіп, мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыруға үлес қосты. Жиында білім беру, жер қатынастары, әлеуметтік қорғау, ауыл шаруашылығы тақырыптарындағы сұрақтарға басымдылық берілді. Яғни, арнайы біліктіліктерін арттыру курсынан өткен мамандар Ақтоғай ауданындағы қызмет көрсету мекемелерімен тәжірибе алмасты. Жер қатынастары, құрылыс, білім беру, ветеринария салалардың мамандарын жинап, оларды оқыту курстарынан өткізіп, енді Ақтоғай ауданына көшпелі семинар ұйымдастыруды жөн көрдік. Сапар барысында аудан орталығындағы бірқатар мекемелерге де ат басын бұрды. Абай атындағы орта мектебі облыстағы үздіктер қатарынан көрініп жүрген білім ошақтарының бірі. Заманауи жабдықталған оқу ордасының бүгінгі басқан қадамымен алға қойған мақсаты айқын. Мамандар аталмыш мекеменің тыныс тіршілігімен танысып, IT кабинеттерін тамашалады. Арнайы жасақталған құрам аудандық кітапхана қабырғасында жастармен кездесті. Бұл жерде жастар өздерін толғандырған сұрақтарына жауап алды. В первую очередь наш сегодняшний семинар направлен на обучение. Бірінші кезекте біздің бүгінгі семинар мемлекеттік қызмет көрсететін қызметкерлерді оқытуға бағытталған. Осыған орай біз ауылдық округтердегі әкім аппараттарын, білім беру, әлеуметтік қорғау, ветеринария, ауыл шаруашылығы бөліміндегі бас мамандарды арнайы шақырдық. Аталмыш кездесуден әсіресе мемлекеттік қызметте жүрген жас мамандар көп әсер алды. Біз осы семинарда өзіміздің тәжірибемізді алмасып, әртүрлі мемлекеттік қызмет көрсету бойынша өзіміз шеберліктерімізді арттырып, көптеген сұрақтарға жауабын таптық деп айтуға болады. Айта кету керек, бұл шара облыс көлемінде алғаш рет өткізіліп отыр. Көп салалы жиынға Павлодар қаласы мен Ақтоғай ауданы және көршілес Ертіс аудандарының мемлекеттік қызметкерлері қатысты. Алдағы уақытта ұйымдастырушылар басқа да аудандарда араламақ ниетте. Зұлқарнай Ермұратұлы, Әмір Әбішев, Ертіс ақпарат, Ақтоғай ауданынан.